بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم ذكرنا بما نسينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін Аллахтың қалауымен Абдулла Сираджуддин рахималлахтың Сайидуна Мухаммад Расулуллах пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жаратылысы, мінезі және ерекшеліктері туралы кітабымызды жалғастырамыз. Біз өткенде ғұламамыздың айтқан 5 мәселеге тоқталып келе жатырмыз. Біріншісі, Аллах Тағала бізге өзінің пайғамбары Расулулла саллаллаху алейхи вассаламға иман етуді бұйырды. Иман етуді. Екінші, сол Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның ізіне еруді, сол кісінің артынан еруді бұйырды. Үшінші, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көруді бұйырды. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде айтқандай, мен сіздерден біреуіңізге оның өзінен, оның бала-шағасынан, ата-анасынан артық жақсы көрілмейінше, ол кәміл иман еткен болып есептелмейді деп айтқан болатын. Омар ибн Хаттабпен арада болған оқиға бар, оның бәрін оқыдық. Енді бүгін соның төртіншісін жалғастырамыз. Төртінші, әнна тила'ал инсан аля аусафихи ал-азимати ва шамаилихи ал-каримати лию'атия сурatan ilmiyatan tantabi'u fil qalbi ва тартасиму фил махилати. Төртінші мәселе, адамның жүрегінде мөр басылу үшін, адамның ойында бір бейне, рәсім, бір сурет пайда болу үшін, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сипаттарын білім тұрғысынан үйрену керек. Адам сол нәрсені қол жеткізу керек, үйрену керек. Не үшін? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сипаттарын үйрену керек. Не себепті? Жүрекке Расулулла саллаллаху алейхи вассаламның сипаты жайында жүрекке кіріп, мөр басылу керек. Және адамның ойында Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтылған кезде, айтып жатқан кезде, адамның ойында, көз алдында осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жайында естіген сипаттар көз алдында жанданып тұру керек. Бір бейне пайда болып. Өйткені біз Расулулла саллаллаху алейхи вассаламды тірідей көрген жоқпыз ғой. Ол солай жасалу. Төртінші мақсат сол. Не секілді? Кәаннаху қад ра'a махбубаху. Бұның бәрі не үшін жасалады? Адам бұл сипаттарды үйрену арқылы өзінің жақсы көрген адамын алдында көріп тұрған секілді болу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды кез келген мұсылман жақсы көремін десе, ол кісінің сипаттарын үйренеді, ол кісіні алдында тұрып көзімен көріп тұрғандай дейді. Бұны қайдан үйрендік? Фақад кана саллаллаху алейхи вассалам язкуру ли асхабихи аусафар русули қаблаху. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларына өзінен алдыңғы өткен пайғамбарлардың сипаттарын айтып беріп отыратын. Ва юқаррибу илейхим залика би ашбахихим. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына әуелгі өткен пайғамбарларды ұқсаттырып, ұқсастарын айтып отыратын. Солардың бірінде жаа фи сахихайн, Бухари Муслимде келетін хадис, ан Аби Хурайра радиаллаху анху қала. Абу Хурайра сахаба айтады. Қала Расулуллахи, қала Наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Лайлата усрия би лақиту Муса дейді. Миғраж түнінде, яғни Исра, Миғраж болған, намаз парыз болған Миғраж түнінде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен Мұса пайғамбармен кезіктім дейді. Мен Мұса пайғамбармен кездестім. Мұса пайғамбармен кездестім.
Фақала рауи, сол жерде Абу Хурайра айтып отыр енді. Фанa'ата наби саллаллаху алейхи вассалам. Осы кезде маған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімді? Мұса пайғамбарды сипаттап берді дейді. Мұса пайғамбарды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мұса пайғамбарды сипаттаған кезде былай деп айтты. Раджилар раси деді. Оның шашы, Мұса пайғамбардың шашы қатты бір бұйра емес, шашын бір таралып тұрған шаш секілді деді. Раджила шари раси, Мұса пайғамбардың шашы тарап қойған секілді тұр деді. Кааннаху мин риджали шануатин. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларына Мұса пайғамбарды елестеткізіп жатыр да, қалай? Ол шануа қауымының адамдарына ұқсайды дейді. Шануа қауымының еркектеріне ұқсайды дейді. А сахабалар оны біледі, шануа ол белгілі бір тайпаның ішіндегі бір қауым, бір қауымның ішіндегі бір тайпа, әулет. Соның адамдарына ұқсайды. Яғни солардың бейнесін көргенде Мұса пайғамбардың бейнесіне ұқсайды. Сол хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, қала лақиту Иса, мен Иса пайғамбарды жолықтырдым дейді. Сол миғраж түнінде Иса пайғамбармен кезіктім. Фақала, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сонда Иса пайғамбарды сипаттап береді. Рабаатан ахмара. Рабаатан деген Иса пайғамбардың бойы орта бойлы дейді. Орта бойлы. Ахмара түсі, жаңағы денесінің түсі, беті, жүзі не еді? Ахмара қызғылттау еді дейді. Қызылға жақындау еді. Не секілді? Кааннама хаража мин димасин, яғни әл-хаммам. Иса пайғамбардың денесінің түсі сондай қызғылт дейді. Бір банядан шыққан адамның бейнесі секілді дейді. Денесінің қызылдығын айтып отыр. Ыстық банядан шыққан адам секілді дейді. Уарайту Ибрахим, мен сол миғраж түнінде Ибрахим пайғамбарды көрдім. Уана ашбаху валадихи бихи, мен оның ұрпағының ішіндегі оған ең қатты ұқсайтын менмін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибрахимға оның балаларының, яғни оның ұрпағының ішінде оған ең қатты ұқсайтын менмін деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Оны өзіңіз білетін жағы Мақам Ибрахим деген қазіргі Меккеде тұрған Қағбаның бер жағында намаз оқитын жердегі. Ибрахим алейхиссалам Қағбаны салып жатқанда басып тұрған тастағы із бар емес пе? Сол аяқтың ізіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сирасынан білетін ең сәйкес келген аяқ кімнің еді? Аяғы еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аяғы еді. Осыдан білеміз, одан көрінеді. Ибрахим пайғамбарға ең қатты ұқсайтын, оның ұрпағынан келгендердің ішінде ең қатты ұқсайтын ол біздің Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Міне, осы төртінші пункттен біз не көрдік? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларына өзіне дейінгі пайғамбарларды таныстырып, оларға иман ету барысында, оларды жақсы көру барысында бір не сурет қалыптастырып берді. Суретті салып берген жоқ. Олардың бейнелерін айтып, сахабаларының жүрегінде, санасында, ойында Мұса пайғамбар, Ибрахим пайғамбар, Иса пайғамбар, басқа да Юсуф пайғамбар деген секілді пайғамбарлар жайында не берді? Бір бейне, бір сипат қалыптастырып берді. Міне осыдан көрдік, біз де өзіміздің Расулуллах саллаллаху алейхи уассаламның сипаттарын үйренеміз. Не үшін? Сол сипатты Расулуллах айтылғанда, айтқан кезде көз алдымызда, ойымызда сол сипаттағы адам болу, және сол сипат біздің жүрегімізде мөр болып басылу. Бұл жерде ойламаңыздар, тек қана бір адамның бейнесі елестейді. Біз Расулуллахтың түгелдей жаратылысы және мінез құлқы ерекшеліктерін бірге алып қараймыз. Анандай әңгіме болып кетпесінде, жаңағы бір кейбіреулердің ұстаздарының, шейхтарының суретін алып не қылады дейді. Жоқ, ондай әңгіме емес. Бұл шынайы Расулуллахтың толықтай тану, ішкі жан дүниесін және сыртын мәселелерін тану. Аллахтан Расулуллахқа қандай ерекшеліктер берілген, ол кісінің қандай абзалдықтары болды, осы мәселелерді бірге жандандыра отыру жүрегімізде және ойымызда. Әл-уәжул хамис, бесінші мәселе. Анна фи зикри шамаилихи ва самаи аусафихи ва нуутихи тухайя қулубул мухиббин дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаратылысын, көркем мінез құлқын айтуда және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сипаттарын, ерекшеліктерін біздің тыңдауымызда не бар? Расулуллахты жақсы көрушілердің жүректерін тірілту бар. Жүректі тірілту. Және ва татрабу арвахухум ва уқулухум.
Және екінші нәрсе, сол Расуллахты жақсы көргендердің рухтары, ақылдары, сана сезім, ойлары тірілу, ояту бар, тірілту, ояту бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сипаттарын тану, үйрену, естуде біздің неміз ішкі жан дүниеміз, рухымыз оянады. Уяздаду хуббухум, және Расуллахқа деген махаббаттар одан сайын арта түседі. Уайтахарраку иштияқухум, және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген сағыныштары одан сайын қозғала түседі. Расуллахқа деген сағыныш. Сонда біз Расуллахтың өмірін айтқанда, міне осы секілді кітапты оқығанда, немесе сіз секілді оны тыңдап отырған кезде, бесінші мақсатымыз осы. Расуллахқа деген махаббатымызды нығайту, махаббатымызды арттыру, осылайша өзіміздің жан дүниемізді рахаттандырып, демалдыру, оны былайша айтқанда мұсылманның рухын оятуы. Біз айтамыз, ислам бар, түбегейлі емес, бірақ бар. Бірақ исламның жаны жоқ та, исламның жаны өлген, рухы өліп қалған. Ал исламның рухы тірілу үшін мұсылмандардың рухы тірілу керек. Ал сол мұсылмандардың рухын тірілтетін бір нәрсе, ол Расулулла саллаллаху алейхи вассаламды айту және тыңдау дейді. Бірақ мұқият болып айту, мұқият болып тыңдау да ол. Ол жай адам емес еді. Өйткені біз бұны мұсылмандарды оятатындай, сана сезімін ұйқыдан оятып, оларды тірілтетіндей дәрежеде оқуымыз керек, және соны солай үйренуіміз керек, тыңдауымыз керек болады. Осыған орай, енді бірінші тақырыбымыз бұл кітапта хаула махасини суратихи шарифати саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бейнесінің көркемдігі жайында болмақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бейнесінің. Яғни мысалға қазір Расуллахты жақсы көремін деп айтады ғой мұсылмандар. Сол адамға айтсаң, онда жақсы көрген пайғамбарыңды саллаллаху алейхи вассалам басынан аяғына дейін маған бір сипатташы десе бір адамға, айтуы мүмкін, жан-жақтан үзіп, бірақ толық сипатқа келмейді. Әркім өзінің білгенін айтады да, өйткені бізге жеткен риуаяттарда дәл сондай. Әркім өзінің Расуллахтан көргенін жеткізді. Бірақ қалай жеткізді, оны көреміз қазір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Аллах тағала адамзат баласына берілген бейненің ең көркемімен, ең әдемісімен жаратты. Ал адамзат өзі бүткіл жаратылыстан қарағанда, біз білеміз, Аллах тағала біздерді ең көркем бейнеде жаратты. Сол ең көркем бейненің ішіндегі ең кемелі, ең күштісі ол Расулуллахтың жаратылысы. Неге? Өйткені Расулуллахты Аллах тағала жақсы көреді. Басқаларды ше десе, Расулуллахтың махаббаты ол бөлек. Хабибуллах болған. Ол Расулуллахты, ол Аллах тағаланың хабибі, Аллахтың ең сүйікті құлы. Бүткіл жаратылыстан ең сүйіктісі. Осы туралы риуаят айтайық. Қала Әл-Бара ибн Азиб радиаллаху анху. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бейнесінің сипаты жайында риуаят басталып жатыр. Бара ибн Азиб айтады: "Кана набию саллаллаху алейхи вассалам ахсанан наси ваджхан." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүз тұрғысынан адамдардың ең әдемісі еді дейді. Адамдардың ішінде жүзі ең әдемісі еді. Ва ахсанахум хулуқан. Адамдардың мінез жағынан ең көркемі еді. Расуллахтың мінезі бүткіл адамдардан ең көркем еді. Лайса бит-тауилил баини вала бил-қасири. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бойы қатты ұзын емес еді, және өте қысқа емес еді дейді. Расуллахтың бойы қатты ұзын емес еді, өте қысқа емес еді. Муттафақун алейх. Бұл хадис имам Бухари, Муслимдер риуаят қылады. Ва анху, екінші риуаят. Бара ибн Азиб жеткізеді, радиаллаху анху. Қала, айтады: "Кана набию саллаллаху алейхи вассалам марбуан." Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бойы орта бойлы еді дейді. Орта бойлы. Бұл орта бойлылықты бізге Шамаилде имам Тирмизидің риуаятында көргенде бізге былай түсіндірді. Сол жерде бірнеше риуаят келді бой туралы да. Сонда мынандай мәселе айтқан болады. Сол жақтан қарап алуларыңызға болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бойы қатты ұзын емес, қатты қысқа емес, орта бойлы дейді да. Бірақ мынадай дейді Расулулла саллаллаху алейхи вассалам: "Ұзын бойлы адамдардың арасына кірсе, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бойы
аласа болып қалмайды дейді. Ал қысқа бойлы адамдардың арасына кірсе, олардың арасында ерекшеленіп, бойы сорайып қалып қоймайды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бойының осындай бір қасиеті бар еді дейді. Енді ол қалай ол деп ойлайсыз ғой, ол солай да, өйткені ол Расулуллах. Қарапайым адамның орта бойлысы, оның бойы өзгермейді да, бірақ Расулуллахта осындай бір мәселе бар. Бойдың мәселесі. Бұл тек бойда ғана емес, басқа да мәселе. Яғни біз айтамыз ғой, Расулуллах ол адам, бірақ не дедік біз? Бірақ басқа адамдарға ұқсамайды дедік. Ол адам, бірақ басқа адамдарға ұқсамайды. Расулуллахтың орта бойлылығы осындай. Басқа адамдардың орта бойлылығына ұқсайтын нәрсе емес. Баиду ма байнал манкибайни. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның мына екі иығының арасы не еді дейді? Алыс еді дейді. Яғни не деген сөз ол? Иықты еді деген сөз. Иықты еді. Мына иығы өте кең еді. Бұны біз қайдан білетін едік? Сахабалар айтатын еді. Біз соғыста шаршаған кезде, әлсіреген кезде, жаңағы бала анасының артына келіп тығылған секілді, бізде бәріміз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның артына бір қамалдың, бір қалқанның артына тығылған секілді бәріміз артына жасырынатынбыз дейді. Бұл нені білдірді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның денесінің үлкен болғаны, кең денелі болған. Екі баиду ма байнал манкибайн деген сол. Екі иықтың арасы кең болған дейді. Лаху ша'рун яблугу шахмата узунайхи. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шашы болып еді, шашының ұзындығы ол неге жететін? Мына құлағының жұмсағына дейін жететін дейді. Жұмсағына дейін. Бұны бізге ғалымдар түсіндіргенде, бұл қандай халде тұрған кезде деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істейтін болған? Шашын оңға қайыратын болған, оңға, солға қайыратын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шашын артқа қайыратын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шашын екіге бөлетін болған дейді. Оның бәрін не үшін жасайды десе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол кездегі өзге дін, яғни мүшриктердің, мұсылман еместердің әрекеттеріне ұқсап қалмас үшін. Олардың шашы оңға қайырылса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам солға жасайтын дейді. Түсінікті ме? Олар шаштарын тік жіберсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шаштарын екі арасын бөліп тастайтын дейді. Шашының екі арасын бөледі дегенде, мына жердегі сызықтар бар емес пе? Осы сызықтармен бөледі деп айтады. Мына сызықтармен бөліп тастайды дейді. Енді осы затты түсіндіріп жатқан біздің ханафи кейбір ғалымдар айтады. Қазіргі күнде Расулуллахтың шашына еліктеу мәселесінде осының мақсатын ұмытып қалмаңдар дейді. Мақсатын ұмытып қалмаңдар. Яғни Расулуллах кейде шашын өсірді, кейде шашын алды дейді. Оның себебі өзге дін өкілдеріне ұқсамау еді дейді. Енді сен бүгінгі күнде сол нәрсені жасасаң, соларға ұқсамау мәселесі болу керек дейді. Түсінікті болды ма? Қазір түрі шықты оның, сондықтан қазір бұл мәселелерде біз оларға ұқсамауымыз керек болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда өйткені қай-қайсысы болмасын Расулуллахтың үлгісі бар ол жерде. Соның ішінде біз сол Расулуллахтың үлгісін ұстана отырып, бұлардың әрекетіне ұқсап қалмау мәселе. Одан кейін Руайту фи хуллатин хамра. Бара ибн Азиб айтады, мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қызыл сырт киімнің, күртеше болар, ол шапан болар, сондай киімде көрдім дейді. Расулуллахты сондай киімде көрдім. Бұл қызыл дегенде қып-қызыл емес. Шариатта жалпы қып-қызыл киімді киюден қайтарылған. Қып-қызыл дегенде қан түсті қызылды. Бірақ қызыл полоска болып сызылған киімдер болса, немесе басқа түс аралас қызылдар болса, оған категорически тыйым салынбайды. Түбегейлі тыйым салынбайды оған. Қызылдың қан қызыл болған түстеріне. Өйткені ол қан ретінде көрілгендіктен ол бір жағымсыздық алып келетіндігін, адамдардың көзіне жайсыз көрінетін болғаннан кейін мәселе содан деп айтылады. Бұл жердегі жаңағы қызыл деп жатқан сондай сипаттарда тыйым салынбаған қызыл мәселелер қозғалады. Лам ара шайан қатту ахсана минху саллаллаху алейхи вассалам. Бара ибн Азиб айтады, мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан әдемі еш нәрсе көрген емеспін дейді. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан көркем, әдемі еш нәрсе көрген емеспін дейді. Басқа риуаятында бұны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы қызыл мына киімнің ішінде тұрған кездегі әдеміліктен басқа кезі бұдан әдемі болған емес дегенде сөзі бар да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды ең көріп әдемі болған кезінің ең
күшті болған кезі осы киімнің ішінде тұрған кезі дегені де бар да. Мынау жалпы айтылып жатыр. Мен Расулуллахтан әдемі болған еш нәрсе көрген емеспін. Еш нәрсе көрген емеспін дейді. Ан Амирил Муъминин Али радияллаху анху қала. Мұсылмандардың 4-ші халифасы Али ибн Аби Талибтан жетеді. Аннаху қала. Айтады. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам лейса бил қасири вала бил тауили. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не емес еді? Бойы өте қысқа емес еді, және бойы өте бит тауилил мумағати бір қайда кетіп қалдық? Жоғарыда екен. Лейса бит тауили, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бойы ұзын емес еді, және қысқа емес еді. Қалай еді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Дохмар раси. Пайғамбарымыздың басы үлкендеу еді дейді, үлкендеу. Ол бас үлкен деген сөз, бұны қалай түсіндіреді? Мына денесі кішкентай болып, қазан бас болу емес. Дененің үлкендігі айтылды ғой. Сол үлкен денеге сай бас сүйегінің үлкендігі айтылып жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның. Денесінің үлкен болғаны секілді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бас сүйегінің үлкен болғаны. Бұның бәріміз неден шығарып жатырмыз? Өйткені Расуллахты сипаттап келген Тирмизидің хадистерінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дене мүшелерінің әрбір ағзасы толықтай өз денесіне сай еді дейді. Бір жер үлкен, біреу кішкентай емес та, біреу шығып кеткен, біреу кіріп кеткен деген нәрсе емес. Әрбір мүше, әрбір ағза сол өзінің дененің үлкендігіне, жуандығына, шымырлығына сәйкес болған депті. Мына жерде бас сүйегінің үлкендігі дененің үлкендігіне сай болған да. Және шаснал каффайни вал қадамайни. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның екі аяғының табаны және екі қолының алақандары жалпақ болған дейді. Жалпақ болған. Майтабан емес, бірақ оны бөлек айтады. Табаны жалпақ болды деген сөз, май болып жалпайып кеткендігі сөз емес ол. Аяқтың үлкендігі және қолдың үлкендігі. Бұл үлкендіктер нені білдіреді? Бұл жүрістегі байсалдылықты білдіреді. Жүрістегі байсалдылықты. Және жылдам қимылдамайтындықты білдіреді. Және бұл нәрсе күштің бар екендігін көрсетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қолының күштілігі айтады ғой, сахабалар. Расуллахтың қолын ұстаған кезімізде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолын ұстаған кезімізде, қолымыз салқын, жайлы, жұмсақ бір заттың ортасында тұратын дейді. Пайғамбарымыз қолымызды ұстағанда, менің қолым Расуллахтың екі қолының арасында болды. Расуллахтың қолы өте салқын, маған жайлы, жұмсақ болды дейді. Бұл қарапайым жағдайда да, Расуллахтың қолының күші соғыста басқа еді. Соғыста ол үлкен қылыш ұстайтын, ол атқа мінетін, ол қару ұстайтын, ол жауға қарсы соғысатын батырдың, жауынгердің қолы еді. Ол жұмсақ қол деген сөз біздердегі сияқты кітаптан басқа еш нәрсе көтермеген, бір ақсаусақ ұстасам мына жердің бәрі ойылып кетеді дейтін нәрсе емес ол. Ол Расулуллахтың сипаты сондай. Кезеңіне, уақытына қарай. Бұны түсініп жатсыздар ма не екенін? Бұл Аллахтан Расулуллахқа берген ерекшеліктер. Біздің кітабымыздың темасы да сол. Ерекшелік сол Расулуллахтың. Ол адам, бірақ Аллах тағала оны бүткіл адамнан ерекше қылып жаратқан да. Адамдар ойлап қалмасын, не істеп жіберді пайғамбарды деп. Осылай келген сипат Расулуллах жайында. Біз ол кісіні адам деп қабылдаймыз, адам деп танимыз, және солай үйренеміз. Мушрабан важуху би хумратин. Расуллахтың жүзі бетінде қызғылт түстер бар еді дейді. Бетінде қызғылт түстер бар еді. Тауил ал-масрувати, Расуллахтың кеудесінен кіндігіне қарай төгілген түктер бар еді. Иза маша такаффаа кааннама яқлау мин сахрин. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жүрген кезде алдыға қарай иіліп жүретін, не секілді? Биіктіктен түсіп келе жатқан адам секілді дейді. Биіктеу жерден түсіп келе жатқан адам секілді алды қарай иіліп жүретін. Лам ара қаблаху ва ба'даху мислуху. Бара ибн Али радияллаху анху айтып отыр. Мен Расулуллахқа дейін де, бұл кісіден кейін де, бұл Расулуллахқа ұқсайтын ешбір адамды көрген емеспін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ұқсайтын ешбір адамды көрген жоқ. Бұл мәселені түсіну үшін біз мына нәрселерді
жақсылап қамтып алу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды сипаттап атқандар тек оның жақтастары емес, тек оның ізіне ергендер емес. Расулуллахтың қандай жақсы кісі болғандығын сипаттағандардың ішінде дұшпандары да болған. Адамдар ойлап қалуы мүмкін, мыналар өздерінің пайғамбарын аяғын жерге тигізбей мақтайды деп та. Жоқ. Расулуллахты мақтағандардың ішінде біле білсеңіз, оның дұшпандары да болған. Расулуллахтың жүзінің әдемілігін, мінезінің көркемділігін, ол кісінің қандай жан-жақты, кез келген жақтан ол кісінің әдемі болған, көркем болған, кемел болған дұшпандарының өзі айтады. Тіпті кейіннен исламды қабылдаған сахабалар исламды қабылдамай тұрған кезде беріп қойған комментариялар бар. Кімге? Расулуллахтың сондай көркем кісі болғандығына. Оған қазір біз иншаллах тоқталамыз. Келесі, ан Али радиаллаху анху аннаху кана иза васафа Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам қала. Келесі риуаятымыз Али радиаллаху анхуден келеді. Ол кісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды сипаттаған кезде бұлай деп айтты дейді. Али радиаллаху. Біз мынаны айтайық. Жеке өзім көрген Шамаилдан. Шамаил деген ол пайғамбар жаңағы имам Тирмизиден келген пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сипаттары жайында, көркем мінезі туралы жайында келген риуаяттар да. Сол риуаяттардың ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды сипаттауға, яғни осы жаратылысы және мінезін сипаттауға ең көп сөзді жеткізген, ең көп сипатты жеткізген сахабалар санаулы ғана, бәрі емес, санаулы ғана. Солардың ішінде бірінші, екінші орынды бермей тұрғанның біреуі Али радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ең көп әрі ең толық сипаттайтын сахабаның бірі Али ибн Аби Талиб. Және осы жерде бізге үмметке сабақ шығады. Али радиаллаху анху өзінің екі баласы Хасан мен Хусайнға не үйрететін болған? Кім маған Расулуллахтың сипатын көп айтады деп екеуін жарыстыратын болған. Екі баласын. Ал оны біз екеуінің Хасан мен Хусайнның сөздерінен білеміз. Біз Хасан айтады, мен Хусайнмен не істейтінмін? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды әкемізге дейді, Алиге, әкесіне. Кім көп сипаттап береді деп жарысатынбыз дейді екеуі. Не істейді сонда? Жаған жақтан іздестіреді пайғамбар. Өздерінің аталары ғой былай қарапсы. Жаған жақтан іздестіреді. Бала кездерінде көрді ғой енді Хасан мен Хусайн, жас кездері өтті. Бірақ өздері білмейтін нәрселерді басқалардан сұрастыратын болған. Расулаллах қандай болды? Соның бәрін келіп Али радиаллаху анху, яғни өздерінің әкелерін айтатын болған. Сөйтіп жарыс болған орталарында. Бізге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тікелей өзінің хадисімен айтып өтті. Балаларыңды пайғамбарын жақсы көруге үйретіңдер деді. Балаларыңды пайғамбарын жақсы көруге. Яғни біздерге міндеттелген нәрсенің біреуі, ол біз өз ұрпағымызға бірінші өзіміз міндеттелеміз. Расулуллахты тану, үйрену, жаңа айтылып өткен нәрсенің бәрі. Сосын соны біз не істеуіміз керек? Ұрпаққа біз Расулуллахтың қандай болғанын жеткізуіміз керек. Оның тек пайғамбар болғанын ғана айтып қою шарт емес. Ол кісінің басынан аяғына дейін, шашынан бастап табанына дейінгі аралықта бала білуі керекті болған нәрсенің бәрін білдірту керек. Сосын ішкі жан дүниесін, ол кісінің жалпы ерекшеліктерін таныстыру керек. Бұл біздің ұрпаққа міндетіміз болып қала береді. Бұны үйретпесек, онда білмедім мен не болатынын, Құдай сақтасын. Али радиаллаху анху Расулуллахты сипаттағанда мына сипаттарды айтатын. Лам якун Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам бит-тауилил мумағғати вала бил-қасирил мутараддади. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өте қатты, тым ұзын емес еді, және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өте қатты, қысқа емес еді. Ва кана рабатан минал қауми, ол Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам адамдардың арасында орта бойлы кісі еді дейді. Валам якун бил жадил қатати вала бис сабти. Оның шашы қатты бұйра немесе қатты тегіс емес еді, орта шаш болатын дейді Расулуллахтың шашы. Кана жадан ражилан, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шашы жаңағы бұйра мен тіке түзу шаштың ортасындағы шаш еді дейді. Енді бұл жерде сөз туындайды, ол сонда шашын тарамаған ба деп та? Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам шашын тараған. Бірақ
Ол сіз ойлағандай шаш тарау емес еді. Ол қалай? Көшеге шығу үшін айнаның алдында тұрып шашын тарап тұру емес. Өйткені бізге шариғатта көшеге шығу үшін еркектерге, әйелдерге тем более ол әурет жабық жүреді ғой. Еркектерге айтылып жатқан нәрсе, бұл әйелдерге қатысы жоқ. Еркектерге айтылады, көшеге шығар кезде айнаның алдында сәнденіп ұзақ тұру болмайды дейді. Түсінікті болды ма? Ұзақ тұру. Өйткені ол еркекке тән қасиет емес дейді. Еркекке тән. Анандай болып енді быт-шыт болып жүре бер деген де емес ол. Таза болып жүр деген сөз, таза бол. А енді сенің ойыңша мына шаш бүйтіп қайрылмай тұрса, ол әбіржіп кетті деген ой болатын болса, ол сенің қате санаңда ол саған сондай нәрсе қалыптасып қалған. Шашыңды бүйтіп қайырып, гелмен бүйтіп түкіріктеп бүйтіп қоймасаң, ол бір жаман болып көрінетін секілді болып, саған сол нәрсе қалыптасып қалған. Бірақ еркектердің арасында негізі одан бір май тамып тұрмаса, ол таза болып тұрса, айналаңа бір жағымсыздық иіс бермесе, ол еркек үшін қалыпты жағдай. Түсіндіре алдым ба? Еркек үшін қалыпты жағдай. Ол үшін айнаның алдында уақытты құрбан қылма деп жатыр бізге. Бұл дәл қазір айтылу керек. Бұны не үшін айтып жатсың демеңіздер. Дәл қазіргі қоғамда бізде осы нәрсе айтылу керек. Неге? Өйткені еркектерден еркектік қасиеттің жойылып баратқан уақыты қазір. Боянатын еркек бар, боянатын еркек бар. Әйелдің жасайтын нәрселерін еркектер жасайды. Ол өтірік емес, ол бар нәрсе, шындық, ақиқат нәрсе. Ол өзге діндер дейін десең, мұсылмандардың ішінде де бар сөйтетіндер. Бұның бәрі нені жояды? Еркек өзінің еркек екендігін ұмыта бастайды. Еркек еркекше жүру керек. Оны алысқа кетпей-ақ қойыңыз, Өзіңнің атаңмен ата деп айтайын десем де, олар да кетіп жатыр екен ғой, жайлап та, Алланың қалауымен. Сол жастарды қарай берші, соның өзі саған түсіндіреді кімнің кім болғандығында. Сосын түсініп аласыздар. Енді арада қанша уақыт өтті, ол кезде еркектердің сипаты қандай еді, қазіргі кезде еркектердің сипаты қандай еді. Ол кезде еркектер кімге еліктеп еді, бүгінгі күннің еркектері кімге еліктеді. Солай болып кете береді. Енді еркек әнші болса, еркек биші болса, енді ұрпағы осындай болмай қандай болады сосын? Пайғамбар саллаллаху бетінің, беті салбырап тұрған май емес еді, беттерінің сүйектері шығып тұрған арық емес еді. Беттің сүйегі. Енді менің бетімнен не көріп тұрсыздар деп айтайын да. Мысалға бір беттер болады, қарасаң, мына беттің бостығы, біздің шариғаттың ғалымдарынан түк қалмаған ғой. Адамның бетіне қарап, мына жағынан сипат береді ғой, мына жақтан. Мына бет ішкі жан дүниенің айнасы дейді да, мына бет. Сосын мына денедегі мына жақтардың несі дейді, бет қандай екендігін көрсетеді дейді. Өйткені мына жағы шымыр болып кетіп, беті салбырап қалмайды да адамның. Мына жақтардың еті қатты болса, беттің де еті сондай болады. Аяқтың жүрісі ширақ болса, шапшаң болса, бет те сондай болады. Ал егер мына жақтың қимылы аз болса, бет жұмсақ болады дейді. Бет жұмсақ. Сол үшін бізге шариғатта қызды қараған кезде, қызды қарап таңдағанда сол бетіне қара, қолына қара, аяғының жүрісіне қара, сонымен біле қоясың деген содан. Оны толықтай андай қылып бетіп, рентгеннен өткізудің қажеті жоқ. Мына заттар жетеді деп тұр ғой. Расуллахтың беті сондай. Енді қараңыз, жаңа айтып отырмыз ғой, батыр кісі деп та. Иықты, үлкен кісі болған, оландай толық семіз деген нәрсе емес, батыр денелі да, үлкен кісі болған. Сүйектердің бәрі ірі болған, соғысқа аттың үстінде жүрген, қолына қару алған, соғысқан, сондай кісі болғаннан кейін, олардың беті біздікі секілді бола ма? Арық болған емес, өйткені арық болу ол пайғамбарларға, яғни Расулуллахтың кемелдігіне сәйкес келмейтін сипат. Сол үшін Расулуллахтың сипаты арық болған емес. Ал арықтық ол Расулуллахтың бір әлсіздігі болып қалуы мүмкін. Бірақ иман күшті болса, арықтық рөл ойнамайды. Осы жерде айта кететін мәселе бар. Біздің еркектер айтады, біз сияқты, мен сияқты еркектер айтады.
мұсылман адам күшті болу керек дейді. Сөйтіп жаңағыдай бір жаттығулар жасайды да, иә? Фитнеске барады, анау болады, мынау болады. Жоқ, әңгіме жоқ, күшті болу керек. Бірақ мұсылман адамның ішкі жан дүниесінің күшті болу керек екенін де ұмытпаңыздар да. Ана жаңағы мына бұлшық еттерді жұмсайтындай рухани күш болу керек іште. Рухтың күштілігі керек оған. Біз білеміз, соғыста Расуллахтың жанында анам, әкем, жаным, малым сенің жолыңда құрбан болсын, я Расулаллах деп жүрген сахабалардың сіз секілді денесі болған деп сипаттамайды оларды. Оларды бойлары қысқа ғана және арықтан келген деген сахабалар болған, бірақ сол иманның күшімен жауға бетпе-бет келген кезде о адам танымастай кейіпке енетін болған да олар. Адам танымастай. Алдына келген қырып жоятын адам болған. Мәселе неде болып тұр сонда? Іштегі рухтың, намыстың, духтың күштілігінде болып тұр ғой. Ол не үшін кімге бара жатқанын білу керек. Сол үшін жаңағыдай жүрген жігіттер өз-өздеріңізді олай қатты ақтай бермей, мына іштің де, рухтың да күштілігін ойлап, дәріске келіңіздер, мешітке келіңіздер, уағыз насихаттарға қатысыңыздар. Сыртыңды қалай жаттығу жасасаң, ішіңе де сондай жаттығу керек. Иманыңды сөйтіп қуаттауың керек. Әйтпесе ана сырты бүтінде іші ет болып қалмасын да. Уакана фи важихихи тадвирун дейді. Расулуллахтың саллаллаху алейхи вассаламның жүзі дөңгелек. Дөңгелек дегенде доп-домалақ емес. Адамның жүзі кішкене төмен қарай созылып барып дөңгеленеді ғой. Сол секілді дейді. Расулуллахтың жүзі осындай еді. Абияду мушрабун би хумратин. Расулуллахтың жүзі ақ еді, қызғылт түстер бар еді дейді бетінде. Ақ және қызғылт түстер. Адажул айнайни, ахдабул ашфари. Көзі, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның көзінің қарашығы қап-қара еді дейді. Көзінің қарашығы қап-қара. Және кірпіктері ұзыннан келген және кірпігі қалың еді дейді. Расулуллахтың кірпігі қалың. Сирек кірпік емес те. Кірпік қалың және ұзыннан келген, көздің қарашығы қап-қара. Бізде ана көздің қарашығы қап-қара болып, ағы аппақ болып тұрса, қандай көз деп айтады? Бота көз деп айтатын бе? Бота көз деген қатты үлкен болып кетеді ол, қатты үлкен көздерді айтады. Ошым түсіндіңіз ғой, ары қарай көріп аласыз. Жалилул мушаши уал катади. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламның жауырын сүйектері бар емес пе? Жауырын сүйектері. Сосын мынандай білезік сүйегі бар, шынтақтікі бар, тізенікі бар, тобықтың сүйектері бар. Бұның бәріне буын сүйектер. Мыналарды ұстап тұратын сүйектер да, мына жақтарды қосып тұратын. Осы сүйектер Расулуллахта ірі болған еді дейді. Мына сүйектер ірі бол. Біздердікі кішкентай не ғой мыналар? Ол Расулуллахтың денесі үлкен болғаннан кейін, мына сүйектер үлкен болған. Бұл үлкендік нені білдіреді? Күш қуатты білдіреді және батырдың денесін көрсетеді. Әжраду, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның денесі бір түк басып кеткен емес дейді. Жаңағы кеудеден кіндікке қарай созылған түкті айтты, бірақ Расулуллахтың денесі түкті болған емес дейді. Зу масрубатин шаснул каффайни вал қадамайни, жаңағы жоғарыда айтылған нәрселер. Иза маша тақалла кааннама янхатту мин сабабин, жүрген кезде биіктіктен түсіп келе жатқандай жүретін. Ва иза илтафата маан, біреуге қарайтын болса, түгелдей денесімен бұрылатын еді. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам түгелдей денесімен бұрылады. Мысалға артынан біреу шақырса, оған бүйтіп баспен қарау, бұны айтады. Неге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам баспен былай бұрыла салған жоқ десе, бұл тәкаппарлықтың бейнесі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда тәкаппарлықта шаңның тозаңдай тәкаппарлық жоқ дейді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұрылса, түгелдей денесімен қарайтын дейді. Бұл Расулуллахтан үйренетін әдебіміз бұлар. Қолымен бір затты көрсетсе, нұсқайтын болса, саусақпен көрсетпейтін дейді. Түгелдей қолымен көрсететін. Тек саусақты нұсқау тәкаппарлықтың белгісі дейді. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолымен көрсететін дейді, толықтай. Қолдарымен нұсқау жасайтын. Байна катифайхи хатамун нубувати ва хуа хатамун набийин. Екі жауырының ортасында пайғамбарлық мөрі бар еді. Өйткені ол Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлардың ең соңғысы еді. Соңғы дегенге. Мөр қашан басылады? Соңына қойылмай ма?
Расулаллах саллаллаху алейхи вассаламның мөрі сол пайғамбарлардың соңғы екендігіне мөр басылды дейді. Әжуадун наси садран, кеудесі, адамдардың ішінде кеудесі ең әдемісі, астақун наси ләхжатан, сөзі ең дұрыс, әлянухум арикатан, мінезі ең жұмсақ, акрамухум айшратан, адамдармен мәміледе ең құрметті, ең сыпайы, мән рааху бадихатан хабаху дейді. Аяқ асты көріп қалған адам болса, Расулаллахты кім бірден бетпе-бет кездесіп қалса, Расулаллахтың айбаты ана адамға қорқыныш береді дейді. Бірден бетпе-бет кездесіп қалған адамға Расулаллахтың айбаты ана адамның мысын басады дейді. وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ, Расулаллахты тану үшін кім келіп онымен араласса, оны жақсы көріп қалады дейді. Тану мақсатында Расулаллахтың алдына келген адам оны жақсы көріп қалады. Яқулу, сосын ол адам Расулаллах жайында былай деп айтатын болады дейді. Ләм ара қаблаху вәлә ба'даху мислаху, бұл Мұхаммадтан алдын да кейін де бұған ұқсайтын адам көрген емеспін деп айтып шығады дейді соңында. Әуелде Расулаллахты танымай келген адам еді, бірақ тану үшін келеді, оны жақсы көреді, тіпті ол ойлайды, біз риуаятты қосып айтамыз, тіпті ол ойлайды, дәл қазір осы Мұхаммадқа ең жер бетіндегі ең сүйікті адам менмін деп ойлап қалады дейді. Бұл мәмілені түсініп тұрсыздар ма қандай екенін? Расулаллах алдына келген адамға сондай мәміле жасайды, алдындағы адам ойлайды, Аллах елшісіне ең жақсы көретін адамы менмін деп ойлап қалатындай мәміле жасайды деп тұр ғой. Қалғанын өзіңіз ойланып түсіне бересіз. Иншаллах, риуаятымызды келесі дәрісте жалғастырамыз, Аллах өмір берсе. Тақырып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бейнесінің көркемділігі жайында риуаяттарды оқып жатырмыз. Аллах тауфиқ берсін. Аллах тағала бізге пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды танып, иманымызды толықтырып, Расулаллахтың алдына дұрыс еруімізді нәсіп етсін. Аллах сол жолда бізге жеңілдігін, жәрдем берсін. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин.